Сағынды емей. Мен қазір 30-дамын, ал бұл оқиға болған кезде мен 13 жаста болатынмын. Анам мені жалғыз асырайтын, сол себепті күндіз кассада, ал түнде барда жұмыс жасайтын, мені асырау үшін. Және мен жалғыз қалып үйренгенмін. Өзіме тамақ дайындай аламын. Және үйдің барлығын жинаймын. Мектепке де өзім барамын. Бір күні мен түнде үйімде телевизор көріп отырдым. Сонда балмызда. Және есікті біреу қақты. Мен қатты қорықтым. Бұндай уақытта ешқандай ұйымдасын келмеуші еді ғой. Және есікті ашуды көрдім және бір шалтырдым. Оның қолының қалтасында болды. Мен сәлем дедім. Ол сәлем кішкентай қыз еді. Ата-анаңыз жоқ па деді. Мен жоқ, сізге ертең келген жақсы, себебі анам таңертең келеді. Сонда ол маған қарады да, сен онда жалғызсың ғой деді. Мен де, иә, мен қазір жалғызбын. Кішкентай қыз, қайырлы түн, сау бол деді. Өзіңді сақта. Және де ол кетіп қалды. Мен телевизор көруге қайтадан отырдым. Ол біртүрлі болды. Және бірақ адал секілді, жақсы адам секілді, бірақ өте біртүрлі болды. Оның көзі өте қорқынышты, 1-2 ай ұйықтамаған секілді. Және тағы есік қағылды. Мен қорықтым. Ол 10 минуттан кейін есік қақты және цеппен есікті құлыптауға жөн көрдім. Және есігімді осылай құлыптап қойдым. Цепті іліп қойдым. Сосын есікті ашқан кезінде қатты қорықтым, себебі үйде бір адам кіргісі келді. Сосын ол қарап тұрды. Бұл жаңағы ер адам болатын. Және ол, бәрі жақсы ма? Мен сені көргім келді. Жағдайың жақсы ма? Деді. Ол менің жағдайымды сұрағысы келген секілді кейіп танытты. Бірақ ол ондай емес. Ол барлық жақсы екенін көрсеткісі келді, бірақ ол жынды адам секілді. Өте біртүрлі. Және мен, рахмет, бәрі жақсы дедім де есікті жауып қалдым. Және ол адам қайтадан кетті. Сосын мен қатты қорқып отырмын. Тобымыздағы туралы кеттім. Кішкене уақыттар өтті. Мен сосын бұл стресті ұмыту үшін телевизор көруді жөн көрдім және фильмдер көріп отырдым. Сосын есіктің жанына, үйге кіргіз, бірнәрсе айтамын деді. Мен сосын оған қарап отырдым. Ол есіктің глазогынан қарап тұрды. Оның көздері өте қорқынышты. Кет, мен жайма қалдыр деп бақырдым. Ол қайттан солай есікті қағуды жөн көрді. Және мені кіргіз үйіне, бір нәрсе айтамын, кішкентай қыз. Мен қатты қорықтым. Және ол кетіп қалды. 1 сағат өтті және мен анам қайтып келді. Мен қатты қорықтым. Және анама болған жайдың барлығын жылап айтып бердім. Және анам полиция шақырды. Мен барлығын айтып бердім ол кісі жайлы. Бірақ оны ешкім тапқан жоқ. Анам цепті құрғызу үшін идея айтқан. Егер ол адам үйге кіріп кетсе не болады еді? Мен соны әлі ойланамын. Назарларыңызға рахмет.